танымал адамдардың бар ғой, тегін тыңдайтын психологы біз болдық, ел болдық. Бәріміз отырып алып, осының басын бастаған бірнеше қатын бар танымалы. Жеке өмірлерін жыр етті ғой, жыр етті. Біреудің байын тартып алды ма, біреу қашты, біреу қуды. Енді кім қалды енді? Кім бар, не бар деп отырмыз енді. Актрисаң қалды, актриса дейсің ба, ойбай актердің қатыны дейсің ба, анау дейсің ба, мынау дейсің ба, журналист дейсің ба, телеведущий дейсің ба, екінші әйелім, үшінші әйелімі тартып алдым, қашып алдым, қашып қудым, қашып бара жатырмын, алып келе жатырмын, салып келе жатырмын. Бір ұят бар ма сендерде? Әлеуметтік желі дегенде бір нәрсені үйренсек дейміз, түйін сөзді түйреген тыңдасақ дейміз, бір нәрсені іліп алып кәсіп жасасақ дейміз. Сендердің осы жырларың бітпейтін болды ғой. Отбасы құндылығы деген әдірем қалған заман болды ғой. Мынау не болды? Отырайық сол. Не істедің, қашан жаттың, қашан қойдың? Осы қызық па бізге? Қызық емес. Сендердің психологың болып айналайын. Кім анау? Менмін дегеннен бастап анау бір салонда тырнақ жасап отырған қыздарға дейін сендерді айтып отыр. Бір үйде бірнеше адамда ерлі зайыпты болып сендер үшін қырылып жатыр. Артты ашу, алды ашу деген осы екен деп, бірін жаңағы масқара ету позициясына көшіп бара жатыр. Үлгі болып жатқан жоқсыңдар сендер. Елді масқара етіп, қазақ деген қандай десе, бірін аңдыған, бірін қуған, бірін масқара еткен халық бұл. Енді осындай атақты алып, медаль қылып тағатын жағдайға жеттік. Міне солай.